Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгін сіздермен өтетін сабағымыздың тақырыбы семей ядролық полигоны деп аталады. Бүгінгі сабақта оқылым материалдары бойынша түртіп жазудың, яғни конспектлеудің жолдарын меңгеру арқылы негізгі ақпаратты іріктеуді үйренесіздер. Оқушылар, мәтінді менімен ілесе оқи отырып, мұқият тыңдаңыздар. Семей ядролық полигонындағы сынақтардың жалпы саны 456. Ядролық және термоядролық жарылысты құрады. Олардың 116-сы ашық болды. Яғни жер бетінде немесе әуе кеңістігінде жасалды. Семей полигонында әуеде және жер бетінде өткізілген сынақтардың ядролық зарядтарының жалпы қуаты 1945 жылы Хиросимаға тасталған атом бомбасының қуатынан 2,5 мың есе көп болды. Ядролық жарылыстар туралы халыққа 1953 жылдан бастап қана ескертіле бастады. Адамдар мен малды радиоактивті заттардың таралу аймағынан уақытша көшіру, оларды Қарабайыр қорғаныш нысандарына, орларға немесе кепелерге жасыру көзделді. Алайда жарылыстан кейін адамдар радиациядан уланған жерлердегі өз үйлеріне оралып отырды. 1989 жылдың ақпанында Семейдегі атом полигонын жабу үшін Невада-Семей қозғалысының алғашқы митингісі өткізілді. Оны белгілі қоғам қайраткері, ақын Олжас Сүлейменов басқарды. Сол жылдың 6 тамызында Семей облысының Қарауыл ауылында ядролық қаруды сынауға мораторий жариялау жөнінде КСРО және ақш президенттеріне үндеу жарияланды. Сол уақытқа дейін үнсіз келген халық бір дауыстан ядролық қаруға жол жоқ, сынақтар тоқтатылсын деп мәлімдеді. Ядролық сынақтар жөнінде барлық бұқаралық ақпарат құралдарында, арналар мен газеттерде әңгіме бола бастады. Радиация сәулелерінің зардаптары жайлы дәрігерлер мен ғалымдарды ашық әңгімеге қозғауға батылдары жетті. Семей полигонындағы сынақтар саны азайып, оның КСРО үкіметі ядролық қаруды сынауға тыйым салу, мораторий жасау туралы шешім шығарды. 1991 жылдың 29 тамызында Семей ядролық полигоны жабылып, 1992 жылдың мамырында оның базасында Курчатов қаласындағы ұлттық ядролық орталық құрылды. Денсаулық сақтау министрлігінің 2012 жылғы бұйрығы бойынша зардап шегушілердің тізімі жасалды. Бүгінге дейін полигоннан зардап шеккен 260 мың адам тізімге енген. Басқа қалалар мен облыстарға көшіп кеткен Семейдің бұрынғы тұрғындары есепке алынып бітпеген. Демек, Семей полигонының зардабы қазақ жерін әлі де кезіп жүр. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың керек-дерек айдарында оқылым материалдарын түртіп жазу, яғни конспектлеудің жолдарын есімізге түсіріп өтейік. Конспект жазу жолдары: ақпараттың мағынасын өзгертпей жазу әдісі. Мәтіннің көшірмесі емес, мәтіннің мазмұнының көшірмесі. Мәтінді түсініп оқу, есте сақтай отырып, қайта өңдеп жазудың әдісі. Конспект жазудың төмендегідей түрлері бар. Тақырыптық конспект белгілі бір тақырыптың бірнеше дерек көздерімен ашылған қысқаша мазмұндамасы. Жоспарлы конспект. Жоспарлы конспект жазу барысында алдымен жоспар құру маңызды. Жоспар негізінде белгілі бір өлең түрінде немесе мазмұндама түрінде жазылады. Конспект жазудың төмендегідей қадамдарын естеріңізге салып өткім келеді.
Мәтінді мұқият оқыңыз, тыңдаңыз. Сөзбе сөз көшіруге тырыспаңыз. Мәтінге жоспар құрып алыңыз. Әр абзацтың басты мағынасын белгілеп, қысқаша өңдеңіз. Мағынасы жақын сөйлемдерді біріктірген абзал. Жазу барысында құрмалас сөйлемдерді жай сөйлемдерге айналдырып алсаңыз да болады. Ақпараттың мағынасын өзгертпей, қысқартып жазуды ескеріңіз. Конспект жазу әдісі құнды деректерді жазып алу мақсатында мәтінді есте сақтап қалуға жол ашады. Олай болса, бірге жоспар құрып, конспект жазып көрейік. Семей полигонындағы сынақтар. Сынақтар саны, сынақтардың қуаты, радиоактивті заттардың зияны, жарылыстан кейінгі күйбең тірлік, Невада Семей қозғалысының митингісі, ядролық полигонның жабылуы. Осы ұсынылып отырған жоспарды негізге ала отырып, шағын конспект жазып көрейік. Оқушылар, бүгінгі сабақта оқылым материалдары бойынша түртіп алудың, яғни конспектлеудің жолдарын меңгердіңіздер. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.